Бөлім демалыс мәдениеті, мерекелер. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Мақсаты тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап береді. Бұл сабақта оқушылар есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтайды. Өзгенің пікіріне өз көзқарасын білдіре алады. Санаймын. Екінші. Үшінші. Төртінші. Бесінші. Алтыншы. Жетінші. Сегізінші. Тоғызыншы. Оныншы. Есептік және реттік сан есім. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы, 5, 6, 7. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім дейміз. Мысалы, 5-ші, 6-шы, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге ын-шы, ін-шы, ын-шы, ін-шы сұрақтары жалғану арқылы жасалады. Оқушылар, үйден ережені қайталаймыз. Есептік және реттік сан есімдерге тапсырма. Оқушылар, берілген сөздерді тиісті бағанға орналастыр. Берілген сөздер 42-ші, 50-ші, 13-ші, 7-ші, 3, 24, 35, 6-шы, 8, 9. Мысалы, реттік сан есім 42-ші, есептік сан есім 3. Әрі қарай өзің жалғастыр. Тыңдалым. Өлеңді мәнерлеп оқы. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзудаға үйрет деп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай. Інішегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Балалар, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өлең мазмұны бойынша не түсіндің? Екінші,
Суда жүзудің пайдасы қандай? Үшінші, суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Ойлан. Үлгі дәптермен жұмыс. Өлең жолдарының ретін тауып жаз. Ақ сүт берген анадай, зыр жүгіріп ағады. Асыр салып баладай, сусындатар даланы. Айтылым: оқы және қайтала. Есептік сан есімді реттік сан есімдерге айналдыр. Бір қатар. Бірінші қатар. Әрі қарай өзің ойлан. Сан есімдерге сұрақ қой, олардың мағыналық өзгешеліктерін айтып түсіндір. Берілген сөздерге тиісті реттік сан есімнің жұрнағын жалға. Берілген сөз 22. Әрі қарай өзің жалғастыр. Берілген сөздерді тиісті бағанға орналастыр. Берілген сөздер: 2004, 12, 61, 5, 50, 23, 1, 30, 10, 100. Мысалы, қанша сұрағына 2004, нешінші сұрағына 50. Әрі қарай өзің ойланып жаз. Шығармашылық жұмыс. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді. Терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Сұрақтар: Арман не істеді деп ойлайсың? Арманның орнында сен болсаң, не істер едің? Ойланып жауап бер. Үйге тапсырма. Есептік және реттік сан есімге сөйлем құрап жаз. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңді кері байланыс арқылы бөліс.